Еліміздің жылнамасы алтын әріппен жазылған ардақты күні. Тәуелсіздік күніне арналған мәңгілік ел Қазақстан атты мерекелік кешімізге қош келдіңіздер. Сан кезеңде халқымыз өз тағдырын Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевқа сеніп тапсырды. Жалпы халықтық референдумда экономикасы тұрақты мемлекетке айналды. ТМД елдерінің арасында бірінші болып, Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық, ислам ынтымақтастығы ұйымдарына төрағалық еттік. Еуразиялық экономикалық қоғамдастық, бірыңғай экономикалық кеңістік, кедендік одақ, Шанхай ынтымақтастығы жылдары көп өзгерістерге қол жеткізілді. Алдымен бос жатқан негізгі алқаптар қайта айналымға енгізілді. Өз нәтижесін бере түскен бұл жұмыс әрі қарай да жалғасын табуда. Сонымен қатар жаңа ауыл шаруашылығы тиімділігін арттырып, жылдан жылға егіншілік мәдениетін көтеріп отырғаны белгілі. Ауданда өнеркәсіпте күш әлсіздік алған тұста өмірге келген Қазгерқұс жауапкершілігі шектеулі серіктестігі бүгінгі таңда жұмыртқа өндіруде елімізде алдыңғы орындардағы кәсіпорындардың бірі. Мұнда жылына 300 миллион дана жұмыртқа өндіру бүгінгі күні шек келтіріп отырған жоқ. Ал Сатпир серіктестігі еттік бағыттағы асыл тұқымды мал өсірумен айналысады. Каспий көлтелі серіктестігі мраморландырған ет өндіруде көзге түсіп отырса, Өркен Атансор серіктестігі темір рудасын өндіретін іргелі хустер болып атқанын көріп отырсыздар. Шаруа қожалықтары көбейіп, екіліп, жаңадан сауда-саттық орындары ашылып, халықтың болашаққа деген сенімі артып сенеміз. Уважаемые участники торжественного собрания, в истории каждой страны есть особо важные события, особо чтимые даты, и, безусловно, важнейшей из них является день обретения страной своей независимости. Сохранить единство, выдержку и направить свой потенциал на свое современное развитие, экономическое и демократические преобразования. Вспоминая реформы первых лет независимости, Нурсултан Абишевич Назарбаев подчеркивал, что нужно видеть тенденции дальнейшего развития, выбрать наиболее эффективную стратегию преобразований, отвечающую интересам десятков миллионов людей. Государственность, но и эффективно работающую рыночную систему, но и создали новые отношения казахстанцев к себе и миру. Казахстанцы победили тюркоязычных и постсоветских стран такой авторитетной международной организации, как ОБСЕ. Это говорит о глубоком уважении мирового сообщества, проводимой президентом нашей страны политики мира и согласия. Яркий патриот, оның біреуі бүгін міне тәуелсіздік мерекесі күні орайына аяқтап отырмыз. Барлығымызға көзайым болған талай жыл бос тұрған отыр. Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінің депутаттары қаржыда дамып келе жатқанын білдіреді. Бүгінде біз әлеуметтік экономикалық көрсеткіштерді толық орындап құттықтаймын. Ата-бабаларымыздың аңсаған асыл мұраты азаттығымыз мәңгі жасасын. Бірлігіміз бекем, тірлігіміз берекелі, еліміз аман, аспанымыз ашық болғай. Тәуелсіздігіміздің тұғыры биік, еліміздің еңсесі жоғары, егемендігіміз жедел, келешегіміз кемел болатыны анық. Жарқын істер бар әлем таң қалып жасай беретін тәуелсіздігіміз мәңгілік болсын. Тәуелсіздік күні құтты болсын, той-тойғыласын ардақтағанымыз. Рахмет. Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың жарлығы бойынша Қаратал ауылының көп балалы ана Рахымжанова Жаңыл Қаппасқызы алтын алқа медалімен марапатталады. Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың жарлығы бойынша Құдығағаш ауылының көп қарашадағы жарлығы бойынша Астана 20 жыл мерекелік медалімен Об избрании Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан принято
ниетті сіздерге хабарлаймыз. Соны хабарламастан бұрын бұл енді менің ұсынысыммен мәслихаттың шешімімен қабылданатын дүние. Сондықтан сені жанаттың мұнда бірге қасына шақырып отырса дедім. Біржан Сал ауданының құрметті азаматтық атағы, Біржан Сал ауданы Степнен қаласының тумасы, медициналық ғылымдары докторы парламентіне 10 жыл, Астананың 10 жылдығы медальдарымен және Қазақстан Республикалық денсаулық сақтау үздігі, кәсіподақ қозғалысының үздігі белгілерінің иегері, облыстық мәслихат депутаты Ермек Бекенова, азаматтар, үлкен мереке, еліміздің тәуелсіздігінің 27 жылдығын тойлап отырмыз. Бұл үлкен тарихқа қасқағы уақыт болса да, адамның ширек ғасырдан жасаған өмірді байқауға болады. Құдайға шүкір, елімізде тыныштық, жалпы жағдай жақсы, жаңа ерекем өте жақсы баяндама жасап өтті. Бұл ел біздің ел, Біржан елі. Осыдан тура 50 жыл бұрын Абай атындағы Қазақ орта мектебін аяқтап өмірге жол алып еді. Құдайға шүкір, мінекей біраз жерде қызмет еттік. 20 жылдан асқан облыстық аурухананың бас дәрігері болдым. 6 жыл сенат депутаты болдым. Қоғам ауылдарымен Мақпал ауылының мектеп салуына біраз атсалыстым. Ойлап отырмын, елдің осы еңбектеріміздің бәрін бағалап, осы Біржан Сал ауданының құрмет азамат атағын беріп отырғаныңызға рахмет. Алматы салықтарында денсаулық сақтау ісіне қосқан үлесі үшін белгілерінің Ресей елінің Гиппократ орденінің иегері Кәкенов Серік Ғабдышұлына беріледі. Бір шараның басын қайырып жатырмыз. Ауданымыздың атын, ауданымыз ғана емес, Ақмола облысының, Қазақстанның атын осы жер шарына таратып, елімізді танымал қылып жүрген үлкен азаматтарымыз, жаңа Серік Ақпенов айтып өтті, осы Абай мектебінде оқыған. Мен ойлайтынмын, екеуміздің ішімізге осы Біржан Сал ауылдарында 40 жыл еңбек етіп, мен неге алмасқа деп ойлайтынмын. Сізге көп рахмет. Рухани жаңғырып жатырмын. Менің ауылымның әкімі Сабыр Әлімжанұлына, сонымен менің жерлесім кешегі Ерсайын Тендік ұлына рахмет айтқым келеді. Өйткені ол кісі менің еңбегімді бағалайды, әділ бағалап отырмын. Біржан Сал ауданының желілік техникалық
Сөйлем менің орындайтын Дәулет Мұхтархан.